Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің тақырыбымыз жасанды интеллект негіздеріндегі логопедиялық бағдарламаларды әзірлеу. Жоспарымыз келесі сатылардан тұрады. Жасанды интеллект технологияларының логопедия саласындағы рөлі, логопедиялық бағдарламалар әзірлеудің өзектілігі мен маңызы. Жасанды интеллект технологиялары соңғы жылдары логопедия саласында кеңінен қолданылып, сөйлеу тілінің бұзылыстарын диагностикалау, түзету, мониторинг жүргізу және жеке білім беру бағдарламаларын құруда инновациялық мүмкіндіктер ұсынып отыр. Логопедиялық бағдарламаларды жасанды интеллект негізінде әзірлеу логопед жұмысының тиімділігін арттырып, процестерді жеңілдететін және баланың жеке ерекшелігіне бейімделетін жаңа әдіс болып табылады. Жасанды интеллект технологияларының логопедия саласындағы рөлі келесідей: сөйлеу бұзылыстарын автоматты диагностикалау рөлі, жүйелі мониторинг пен динамиканы бақылау рөлі, сөйлеу қателерін автоматты анықтау және жіктеу рөлі, инклюзивті білім беру жүйесіндегі рөлі, жеке бағдарланған коррекциялық бағдарламалар құру рөлі, логопед еңбегін жеңілдетудегі рөлі. Сөйлеу бұзылыстарын автоматты диагностикалау. Жасанды интеллект логопедиялық диагностикада үлкен рөл атқарады. Өйткені ол сөйлеу сигналын физикалық және лингвистикалық деңгейде талдай алады. Аутистикалық талдау. Фонетикалық деңгей. Жасанды интеллект дыбысты мына параметрлер бойынша талдайды: дыбыстың жиілігі, дауыс күші, ұзақтығы, сөйлеудің қарқыны мен темпі, артикуляциялық қателер. Бұл сөйлеуді бұзатын негізгі патологиялар анықтауда дәлелдік береді. Дисартрия, ринолалия, фонетикалық фонематикалық дамымау, сөйлеудің жалпы дамымау және тағы басқа. Фонематикалық қабылдауды бағалау. Жасанды интеллект балалардың фонемаларды ажыратуын, дыбыстарды дұрыс және бұралмаған түрде қабылдауын, акустикалық дискриминация деңгейін автоматты түрде талқылайды. Бұл туралы Левина, Лопатина, Филичева сияқты классиктер сипаттаған фонематикалық жетілмеу механизмдерін анықтауға өте тиімді. Сөйлеу қателерін автоматты анықтау және жіктеу рөлі. Жасанды интеллект баланың айтқан сөзін фонема бойынша салыстырып, нақты қателерді автоматты түрде көрсетеді. Амиссия, субституция, дисторсия, инверсия. Мысалы, сыза, шыжа, сы-шы фонемалар арасындағы дифференциалдық әлсіздік барын көрсетеді. Бұл логопедке әр баланың жеке сөйлеу профилін дәл құруға мүмкіндік береді. Жеке бағдарланған коррекциялық бағдарламалар құру рөлі. Жасанды интеллект логопедиялық жұмысты жеке даралап, баланың сөйлеу деңгейіне қарай автоматты түрде реттелген тапсырмалар ұсынады. Адаптивті оқыту жүйесі. Бала дыбысты дұрыс айтса, жүйе күрделірек деңгей береді. Қате айтса, жеңілірек немесе түзете бағытталған тапсырма береді. Бұл Выготскийдің жақын даму аймағы теориясына толығымен сәйкес келеді. Лексика грамматика бойынша жеке маршрут. Жасанды интеллект күрделі сөйлеу бұзылыстарында сөздік қоры, грамматикалық құрылымдар, сөйлеу құру қабілеті сияқты параметрлерді бағалап, жеке траектория жасайды. Жүйелі мониторинг пен динамиканы бақылау рөлі. Логопед тез көрмейтін прогресті жасанды интеллект автоматты түрде байқайды. Жасанды интеллект құрылатын мониторинг. Дыбыстар бойынша прогресс диаграммалары, қателер статистикасы, сөйлеу темпінің өзгеруі, оқушының сабаққа қатысу белсенділігі, қиын фонемалар тізімі. Инклюзивті білім беру жүйесіндегі рөлі. Жасанды интеллект инклюзивті мектептер мен арнайы ұйымдарда ерекше білім беруді қолдайды. Қамтамасыз ететін мүмкіндіктері: әртүрлі тілдік деңгей дамуында балаларға бір уақытта қолдау, ауылдық шалғай жерлердегі балаларға логопедиялық қызмет көрсетеді, есту, көру, интеллектуалдық бұзылысы бар оқушыларға бейімделген тапсырмалар. Жасанды интеллект ата-аналар үшін де түсінікті интерактивті үйде жаттау моделін ұсынады. Логопед еңбегін жеңілдетудегі рөлі. Жасанды интеллект логопедке үлкен топпен жұмыс істеуге, әкімшілік жұмыстарды азайтуға, құжаттаманы автоматтандыруға, оқушының сөйлеу картасын автоматты жүргізуге мүмкіндік береді. Бұл логопедтің уақытын 30-40% үнемдейді. Логопедиялық бағдарламалар әзірлеудің өзектілігі мен маңызы. Қазір қоғамдағы ақпараттық технологиялық өзгерістер балалар арасындағы сөйлеу бұзылыстарының өсу динамикасы мен инклюзивті білім беру талаптары логопедиялық бағдарламалар жеңілдетудің қажеттілігін едәуір арттырады. Логопедиялық бағдарламалар диагностикалық түзету, дамыту бағыттары, сөйлеу патологиясы мен балалардың тілдік, когнитивтік және коммуникатив функцияларын қалпына келтірудің негізгі ғылыми практикалық құралы. Өзектілігі: қазіргі таңда сөйлеу бұзылысы бар балалар саны артып келеді. Жасанды интеллект негізінде логопедиялық бағдарламалар қолжетімділік, интерактивтілік, мотивацияны арттырады, ата-анамен кері байланыс жасайды. Жасанды интеллект технологиялары логопедия саласында
инновациялық әдістерді енгізуге, сөйлеу бұзылыстарын диагностикалау мен түзету процесін жеделдетуге, жеке білім беру траекториясын құруға және логопед маманның жұмысын автоматтандыруға мүмкіндік береді. Сондықтан жасанды интеллект негізіндегі логопедиялық бағдарламаларды әзірлеу қазір дефектология мен арнайы педагогика үшін аса өзекті ғылыми тәжірибелік бағыт болып табылады. Жасанды интеллект негізіндегі логопедиялық бағдарламалар әзірлеудің өзектілігі: сөйлеу бұзылыстары бар балалардың көбеюі, логопед мамандарына түсетін жүктеменің артуы, интерактивті оқытуға сұраныстың артуы, индивидуалды оқыту қажеттілігі. Маңызы: ерте диагностиканы қамтамасыз етеді. Жасанды интеллект баланың сөйлеуіндегі ауытқуды ерте кезеңде анықтап, алдын алу шараларын ұсынуға мүмкіндік береді. Сапалы түзету жұмысы: жеке траектория құрып, баланың дамуын нақты бақылайды. Уақыт пен ресурстарды үнемдейді. Логопедтің жұмысын автоматтандырып, көп оқушыға бір уақытта қол жеткізуге қамтамасыз етеді. Инклюзивті білім беруді қолдайды. Ерекше білім беру қажет балаларға қолжетімді оқыту платформаларын ұсынады. Ғылыми дәлдікке негізделеді. Жасанды интеллект үлкен деректер мен статистикаға сүйенетіндіктен түзету нәтижелері объективті. Жасанды интеллект негізделген логопедиялық бағдарламалардың құрылымы. Жасанды интеллектпен жасалған логопедиялық бағдарламалар әдетте бірнеше негізгі модульден тұрады. Яғни дыбысты тану және талдау модулі, диагностикалық және мониторинг модуль, түзету жаттығуларын автоматты бейімдеу модулі, артикуляцияны модельдеу модулі, ойын технологияларымен біріктірілген модуль. Жасанды интеллекттің негізіндегі логопедиялық бағдарламаларды әзірлеудің негізгі кезеңдері: пайдаланушылардың сөйлеу ерекшеліктерін зерттеу, жасанды интеллект моделін оқыту, бағдарламаның логопедиялық мазмұнын жасау, тестілеу және түзету, интерактивті интерфейс қосу, мониторинг жүйесін қосу. Қорытындылайтын болсақ, жасанды интеллект технологиялары логопедия саласына тың мүмкіндіктер әкеліп, сөйлеу бұзылыстары бар балалармен жүргізілетін түзету педагогикалық жұмысты жаңа деңгейге көтеруде. Жасанды интеллект негізіндегі логопедиялық бағдарламалар сөйлеу диагностикасын автоматтандырып, түзету процесін жекелендіріп, логопед жұмысының тиімділігін арттырады. Сонымен қатар бұл технологиялар инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беруді қажет ететін балалар үшін қолжетімді әрі сапалы қолдау алуға мүмкіндік береді. Логопедтер үшін жасанды интеллект кәсіби қызметті жеңілдететін құрал ғана емес, сонымен қатар инновациялық педагогикалық практикаларды дамытуға арналған жаңа бағыт болып табылады. Назарларыңызға рахмет.